Ғалам үздіксіз ұлғайып жатыр. Галактикалар бір-бірінен алыстап барады. Астрономиялық бақылаулар галактикалардың алыстап жатқанын көрсетті. Бұл құбылыс қызыл ығысу арқылы анықталады. Галактикалардың алыстау жылдамдығы олардың қашықтығына тәуелді. Бұл байланыс Хаббл заңы арқылы сипатталады. Үлкен жарылыс теориясы бойынша ғалым шамамен 18 миллиард жыл бұрын пайда болды. Ғалам бүгінге дейін ұлғайып келеді, және галактикалар бір-бірінен алыстап барады. Ғалам тек ұлғайып қана қоймай, үдеумен кеңеюде. Бұл күтпеген жаңалық ғалымдарды таң қалдырды. Ғаламның үдеумен ұлғаюына күңгірт энергия әсер етеді. Бұл энергияның табиғаты әлі толық зерттелмеген. Бақылауларға сүйене отырып, ғалымдар ғаламның болашағын болжайды. Болашақта ғалам одан әрі кеңеюі мүмкін. Күңгірт энергия ғаламның дамуын анықтайтын маңызды фактор. Оны зерттеу космологияның негізгі бағыттарының бірі.